Саламатсыздар ма? Халықаралық қазақ-қытай тіл колледжі арнайы пәндер оқытушысы мен Әкімбек Жанар. Экологиялық туризм пәнінен бүгінгі сабағымыздың тақырыбы туризм және табиғатты қорғау. Жалпы қоршаған орта осы туристік қызметтің әсерінен өзгеріске ұшырайды. Бүгін біз туристік қызметтің әсерінен табиғи ортаға, қоршаған ортаға қандай оң әсер, кері әсер тигенін қарастыратын боламыз. Туристік базалардың салынуы, туристік ағымның шамадан тыс шоғырлануы табиғи ортаның туристік құндылығын төмендетеді. Жыл сайын күшейтіліп отыратын туристік миграция және туристік инфрақұрылымның дамуы да табиғатқа өте қауіпті. Жалпы туризмнің табиғатқа кері әсерін агрессивті деп те айтамыз. Егерде туризм нашар басқарылып, нашар жоспарланатын болса, онда экологиялық жағдайлардың да нашарлауы мүмкін. Туристік шаруашылықтың даму нәтижесінде табиғи ортаның урбандалуы, көліктің және туризм жүйесіндегі мекемелердің жұмыс істеу нәтижесінде қоршаған ортаның ластануы және туристік мекемелердің пайдаланған суларынан сулардың ластануын да айтуға болады. Табиғи орындардағы туристердің қалатын қоқыстар мен қалдықтардың ластануы, табиғи зоналардың экологиялық бұзылуы, әсіресе туристер көп баратын жағажай, таулы, шөл далалардың экологияның бұзылуы, археологиялық тарихи ескерткіштердің туристердің әсерінен келетін зияндарды да айтуға болады. Жалпы туризмнің әсерінен қоршаған ортаға зиян келіп жататын болса, енді экологиялық туризмнің негізгі міндеттерінің бірі осы адамдардың табиғатты сүюге, табиғатты, қоршаған ортаны қорғауға, табиғаттың заңын түсінуге және оған саналы түрде ұқыпты қарауға үйрету еді. Туристердің табиғатқа зиян келтірмеу бойынша тәрбиелік шараларын ұсынған Арманд былай айтады: жалпы табиғатты қорғау білімдерін балабақша мен бастауыш мектеп мұғалімдерінен бастап игеріп алудың маңыздылығын айтқан. Мектепте табиғатты қорғау элементтерінің ең алдымен география мен жаратылыстану сабақтарының оқытылуы, түсіндірілуі, сондай-ақ туризм нұсқаушылар мен экскурсия жүргізушілердің осы табиғатты қорғау курстарынан оқытылуы керектігін жалпы атап өткен екен. Туристердің ең жиі баратын демалыс зоналар мен ұлттық саябақтардың арнайы қызметкерлері, тәртіп сақтау қызметкерлері, өрттен қорғау, медицина қызметкерлері, қоқыс жинаушылардың болу қажеттілігі, бұның барлығы туризмнің кері әсерін оң әсерге өзгерту туралы еді. Әрине, орта бір-бірімен өте байланысты. Географиялық орта туризмді дамытудың негізі болып табылады. Туризмнің дамуы географиялық ортаға жағымды және жағымсыз әсер етсе, егерде туризмнің дамуы жоспарланып жақсы басқарылатын болса, онда туризмнің дұрыс басқарылып жоспарланатын болса, әрине табиғатқа қатты зиян келтірілмейді. Маңызды туристік көз тартарлық табиғи аумақтардың флора, фаунаның, оның ішінде осы қорғау шараларын дұрыс ұйымдастырылып жатса, ұлттық парктер мен қорықтарының дамуына септігін тигізеді. Әрине, Қазақстанда да мемлекеттік табиғи ұлттық парктер, ерекше қорғалатын аумақтар бар. Бұл да экотуризмнің, туризмнің қоршаған ортаға оң әсерінің нәтижесі деп айтуға болады. Қазіргі уақытта қоршаған ортаны қорғау мәселелері көптеген зерттеулерде өте маңызды орынға ие болып отыр. Жалпы туризмнің әсерінен қоршаған ортаға зиян келіп жатса, және туризмнің әсерінен қоршаған ортаны табиғатты қорғауға болатындығы белгілі. Әсіресе экологиялық туризмнің негізгі мақсаттарының бірі бұл қоршаған ортаны қорғау, ал міндеттері ол адамдарды осы қоршаған ортаны қорғауға, сүюге, жалпы табиғатты өз қалпында сақтауға үйрету еді. Бүгін біз туризмнің табиғатқа оң және кері әсерін қарастырдық. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.